Мен Алматы қаласы, Жетісу ауданы, нөмірі 110 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байдулдаева Мерей Еркінқызы. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өткізіліп отырған ақынның өлеңдерін жатқа айту эстафетасын Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтен қабылдап алып, Алматы қаласы, Жетісу ауданының мұғалімдері мен оқушыларына жолдаймын. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көп надан, бұл жұрттың сөз танымас бір